Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Таңшолпан. Бүгін біз самса түюдің 5 жолын үйренетін боламыз. Бірінші жолы осылай үшбұрышты, яғни классический вариант. Қамырды тек осылай бір-біріне жабыстырып қоямыз, оны бүйтіп қысудың қажеті жоқ. Екінші жолы осылай өру жолы. Видеода көргендеріңіздей қамырды бүгіп алып, екі жағынан жабыстырамыз. Маған екі қолмен түйген ыңғайлы. Сіздер бір қолмен түйсеңіздер де болады. Осындай әдемі өрілген самса шығады. Және де қатты қысуды ұмытпаңыздар, пісірген кезде ажырап кетуі мүмкін. Енді үшінші жолы бұл пельмен тәріздес түйеміз. Осылай да түйіп қойсаңыздар өте әдемі көрінеді. Төртінші жолы игурский вариант дейді ғой. Ұйғырша осылай бірінші жақсылап жабыстырып аламыз, одан кейін бірінші осылай қайырып аламыз. Бір ұшы шығады, сол ұшын, тек ұшын ғана қайырып кете береміз. Сонда осындай әдемі узор шығады. Мінеке, осындай әдемі узор шығады. Және бесінші жолы қамырды осылай формасымен шығармай қойсаңыздар да болады. Осылай бір-біріне жабыстырып шығамыз. Бұл домалақ пішінді самса болады. Самсаларымыздың бетіне жұмыртқаны жағып, жартысына күнжут септім, жартысына мак септім. Өздеріңіздің қалағандарыңызды жасай берсеңіздер болады. Мінеке, самсаларымыз өте әдемі болып шықты. Егер осы видеом сіздерге пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, уведомление қойып қойыңыз. Келесі видеом сізге бірден шығатын болады. Сіздерге ұнаса мен өте қуанышты боламын. Сіздермен бірге болған Таңшолпан. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға көп рахмет.